Баршамызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін холодец дайындайтын боламын. Осы видео соңына дейін көріп, бізбен бірге дайындап көріңіздер. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Тұрақты түрде жаңа рецептермен бөлісетін боламын. Жақыннан толығырақ сіздерге көрсетейін. Осындай біркелкі жақсы қатқан дәмді холодец болып шығады. Дайындауды бастайын. Мен бір ғана сирақ салып, бірнеше қайнатып алып, содан кейін суды ауыстырып қайта құямын. Қайнап жатқан сирақ үстіне дәмін беріп тұратын тұзын салып алып, 7-8 сағатқа пісіріп алдым. Өйткені өздеріңіз де білесіздер, сиыр сирағы сіңірлері өте қатты болып келеді. Сондықтан 7-8 сағатқа пісіреміз. Сол кезде сіңірлері жұмсақ, іркіліп тұрады. Дәл сол сәтте мен сирақтың сіңірін сүйектерінен босатып алып, блендерге салып ұнтап аламын. Енді блендерден өткізілген сирақ сіңірлерін ыдысқа салып, үстіне түрлі дәмдеуіштер салып, араластырып болған соң, үстіне сорпасын және майын құямыз. Біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Мінекей мен 4 бұрышты және гармошка тәрізді формаларға дайын холодецті құйып шықтым. Енді осы құйылған формаларды салқын жерге немесе холодильникке салып қатырып аламын. Мінекей қатырып алған холодец дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай жұмсақ, өте дәмді, ауызда ериді. Сіздер де осындай рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте керемет шығады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.